Не болды енді? Все, менде бәрі жақсы. У меня все четко. Енді мен сізге айтарым, империя деген білесіздер ғой не екенін? Империя, она годами строится. У меня империя. Менде андай бит құлап қалатын шалаш емес. У меня империя. Шүкір, у меня строится годами. Я басып озамын. Я уже. Бірақ та Мерейден қандай сөз шамына кетсең? Жаңағыдай 30 жасқа дейін. андай мұндай жеттің бе жеттің. Басқа адамдарда бас екеу болмай, мал төртеу болмайды ол жерде. Сен сонда дайын асқа тік қасық болып сонда келе салу керек қой. Сен болашақ не үшін құрады адам деген? Екі семья болып, екі адам қосылады да и семья құрады олар. Солай болу керек. Содан отбасы пайда болады. Отбасы пайда болады содан. Бір-біріне сенімдіктен, бір-біріне деген мотивациядан. Мына жерде енді білмеймін қалай түсіндірем. Айтсақ кішкене Ренжітіп аласыз. сатып аламыз. Түсінікті? Жетпедім бе? Ешкім білмейді мен жеткенім, жетпеген. Шүкір, мен нормально біраз нәрсеге жетіп тастағанмын. Менің машинам ғана жоқ, үйім бар. Бірақ та сонымен онда сөйтіп жарысатын болсақ, окей, сөйтіп жарысайықшы онда. Жоқ, соған үндемей қоймадым да. Достар, империя строится годами. Шалаш ол түк тез тұрады аяққа, тез құлайды. У меня империя. Дарина, бүгін образың өте керемет. Саған бір андай Мексикаға кетіп қалайын деп жатсың ба? Рамай Мексикаға сен жібереміз ба деймін. Дарина, жалпы адамға доверие дегенді қалай түсінесің? Мысалы бір адамнан бір доверие болмай қалатын болса, екінші рет сенесің ба? Сенімділік бола ма сенде? Екінші рет сенім уже болмайды. Неге? Любой Сол ғалымжанға да сол сөз тиіп кетті да, кәдімгідей көрдік тыпыршып кеткенін сол жерде тиген. Бірақ та жақсы көргеннен кейін ол сөйлей алмай отырған сияқты болып тұр Назымға. Мысалы Мерей саған сөйтіп айтса, мен астарлап. Маған да егер бүйтіп айтатын болса, жаңағы сөзін мен болашақта жәутең деп оған қарап жүргім келмейді деген сөзді айтатын болса, мен үшін айтамын, мен ол жерде шыдай алмайтын едім. Егер де сен даже біздің ата-анамыз да жалпы қасымызда жүрген сізге уже сомнение болды. Ол жасамай ма, ол солай істемей ма деп. Так что екінші рет доверие өте қиын. Сені бір адам алдап кетсе, екінші рет ол адамға сенбейсің. Екінші рет беруге керек емес шансты. Сол нәрсе қайталанады. Бір өміріңде сондай бір ситуациялар болды ма? Бір алданған болмаса бір адамға қатты сенесің да, ол сенің сенімді ақтамайды, например. Болды. Достар тарапынан болды ма, болмаса бір жігіт тараптан болды ма? Достар жақтан болды и бұрынғы жігіт жақтан болды. Аха, рахмет. Енді бүгінгі образыңмен саған сәттілік эфирға, Дарина.